Шаһарымыздың ескі бөлігінің инфрақұрылымын дамыту аясында 30 қазан күні салық басқармасында Теміртау қаласының ескі қалалық бөлігіндегі құрылысты егжей-тегжейлі жоспарлау бойынша тыңдалым өтті. Егжей-тегжейлі жоспарлау жобасы құрылыс жобаларын, магистральдар мен тораптар жобаларын, сондай-ақ басқа құрылымдарды дамыту үшін негіз болып табылады. Алдын ала жасалған жоспардың арқылы құрылысшылар қай жерде бос орын бар екенін біле алады. Сондай-ақ аталмыш жобаның арқасында сәулетшілер халықтың барлық әлеуметтік қажеттіліктерін қамтамасыз етеді. Айта кететін тағы бір дүние, жаңа құрылыс жоспарында балабақша салудан бастап ит қыдыртатын алаңға дейін нақты көрсетілген. Проект детальной планировки сам по себе говорит о том, что развитие старого города. Жаңа құрылыс жоспарына сәйкес ескі қаланың бос жерлеріне жаңа үйлер салу жоспарда бар. Жоба бойынша біз тек бос орындарды толықтыруды, инфрақұрылымды жақсартуды жоспарлап отырмыз. Себебі ескі қаладағы құрылыстың көбі тарихи нысанға жатады. Оларды бұзу мүмкін емес. Жобаның негізгі тұжырымдамасы тұрғын үй кеңістігін ұлғайту және қала аумағын кеңейту болып табылады. Жаңа жобаға жергілікті бюджеттен шамамен 4 миллион теңге қаражат бөлінген. Құрылыс жоспарында мектепке дейінгі тәрбие беретін мекемелер мен тұрғын үй құрылысын, сондай-ақ иттер мен мысықтарды қыдыртатын алаңдарды салу қарастырылған. Из новых объектов мы сажаем. Жаңа нысандарға тоқталатын болсақ, ескі қала бөлігінде балабақша болмағандықтан 4 балабақша құрылысы жоспарда. Бұл дегеніміз жаңа 280 орын ашылады. 3 мектеп өзгеріссіз қалады. Тек 4 үй жануарларын қыдыртатын алаң ашылады. Жобада жеке тұрғын үй және жаңа тұрғын үй құрылысы үшін жаңа учаскелер қарастырылған. Алдағы уақытта 5 үш қабатты үй және 2-4 қабатты үй бой көтереді. Яғни шаһарымызда жаңа 724 пәтер пайда болады. Абсолютно новые подстанции будут построены. Вот в данном случае первая ТП будет с распределительной подстанцией. И все, и вдоль улиц будет линия у нас электропередач, по которым вот по ТП. То есть данные ТП, они в непосредственной близости проектируемых объектов находятся. То есть дополнительно с Крагресса будет поставлена мощность 1 мегаватт. И она будет на вот эти вновь постройки все распределяться у нас. Вот в таком плане. Ну это по расчету. Да, по расчетам. Да, то есть мы не касаемся этой старой сети, у нас абсолютно новая закладка, все на существующие заложенные постройки, все предусмотрено. Сондай-ақ құрылысқа қосымша қаланың ескі бөлігіндегі мектеп және туалет көшелеріндегі бос тұрған 5 көпқабатты үйлер қайта қалпына келтіріледі. Жаңа ғимараттар, электр желілері, нысандардың құрылысы бұл ескі қала инфрақұрылымын және тұрғындардың өмірін жақсартудың бірден бір жолы.